Қайырлы күн оқырмандар. Ана тілі сабағы 1 сынып 80-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу суреттер бойынша мәтін құра дейді. Қарлығаш балапандарына ұя салды. Ұясын қол жетпестей биік салды. Өзінің балдай сүйген балапандарын барымен қорек беріп асырады. Бірде бір балапаны ұядан байқамай түсіп кетті. Оны көрген басқа қарлығаш ана балапанды құтқарып ұясына салуға тырысты. Қарлығаштар балапанды көтеріп ұясына аман оралды. Міне балалар, сурет бойынша осылай сөйлем құрасақ болады. Келесі екінші жаттығу. 109-шы беттегі суреттердің реті мен жоспарын құрып айт дейді. Жаңа біз бірінші жаттығуда мәтінді құрадық, енді сол мәтінге жоспар құрайық балалар. Қарлығаштың ұя салуы, екінші балапанның құлауы және үшінші балапанның аман оралуы. Жақсы балалар, үшінші жаттығу. Сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз дейді. Қарлығаш пайдалы құс. Нүкте. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Нүкте. Міне балалар, біз екі сөйлем құрадық.